Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік ұсынады. Өмір жол. Идея жол серік. Жол серіксіз сапар адастыруы мүмкін. Виктор Гюго. Павлодар қаласының өндірістік аймағында орналасқан Нефтехим ЛТД кәсіпорны 2009 жылы іске қосылды. Өндіріс орнының қуаты жылына 30 000 тонна пропилен өндіруге жетеді. Негізгі шикізат зауыттың жанындағы Павлодар мұнай өңдеу зауытынан алынады. Нефтехим ЛТД компаниясы 2005 жылы құрылып, 2006 жылы зауыттың құрылысы басталған болатын. Ал 2009 жылдың ақпанында жоғарыда айтылғандай елбасының сәттілік тілеуімен кәсіпорын іске қосылды. Сөйтіп аз уақытта жобалық қуаты арта түскен зауыт 2011 жылы өз өнімін әуелгі межеден 26,5%-ға арттырып үлгерген. Осы күнде негізгі шығарылым пропилен өндірісі тағы 5%-ға артып отыр. Біздің бағытымыз атаулы өнім өндірісі бойынша Қазақстандағы тың бағыт саналады. Соған байланысты зауыт ашылысымен өндірістік кадрлардың басым бөлігін жоғарғы оқу орнын жаңадан бітірген жас мамандардан сайладық. Осы күнде солармен бірге өркен жайып келеміз. 2009 әлемдік экономиканың кризистік кезеңі еді. Ал ағынға қарсы жүзген Нефтехим ЛТД кәсіпорны бірден 350 адамды жұмыспен қамтиды. Іргедегі Павлодар мұнай өңдеу зауытының сенімді әріптесіне айналады. Зауыттың ашылу салтанатына қатысқан елбасы болашақта жылына 1,7 миллиард доллардың мұнайын өңдейтін Атырау зауытымен де қарым-қатынас орнатуды жүктеген. Сөйтіп, елдегі жанармай өндірісін 3 есеге арттыру көзделген еді. Осы жетістігіміз біз үшін жетістіктің шыңы емес. Зауыт технологиясын барынша жандандырып, өнім көлемін арттыра түсуге барымызды саламыз. Зауыт өнімінің артуына бір ғана кәсіпорын ұжым емес, бүкіл ел мүдделі. Өйткені тап осынан шығатын полипропилен әлемдік нарықтағы сұранысы жоғары өнімдердің бірегейі. Полипропилен Евро 3 стандартына сай жоғары сапалы бензин өндірісіне қолданылатын оттекті қоспа. Сонымен қатар акрилді сірке қышқылын, каучук түрлерін, жуу құралдарын, мотор майының қоспасы мен тағы басқа органикалық қоспалар өндірісінде қолданылады. Ұжым кез келген жаңашылдыққа сақадай сай. Жас кадрлар әрдайым өздерін жақсы қырынан көрсетуге тырысады. Бастары идеяға толы. Тиісінше пайдалы идеяларды жүзеге асыруға бізде дайынбыз. Аз жылда көп жетістікке жетуіміздің сыры осы. Рационализаторлық ұсыныстың өндіріс үшін маңызы зор. Әсіресе іске асқан сәттен-ақ экономикалық тиімділігі байқалатындары. Асылбек Найманұлы реактор полимеризатор қондырғысында реакциялық өнімді арттыру атты рационализаторлық жобаның авторы. Атаулы рационализациялық жоба арқылы полипропилен өндірісінің технологиясы жаңғырып, кәсіпорын экономикалық түсімге кенелген. Жұмабеков Асылбек Найманұлы 2008 жылы Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін бітірген. 2009 жылдан Нефтехим ЛТД компаниясының қызметкері. Маған полипропилен өндірісінің технологиялық процесін жаңғырту жүктелді. Сөйтіп реактор полимеризатор қондырғысындағы газды фазалар салқындатқышында реакциялық өнімді арттырудың жолын таптым. Бұрын 4 тонна шикізаттан небәрі 2,5 тонна өнім алынатын. Қалған 1500 келі өнім қалдыққа жатқызылушы еді. Асылбек Найманұлының рационализаторлық шешімнің арқасында жаңа технологиялық процесс 4 тонна пропиленнен 3700 келіге дейін полипропилен аларлық мүмкіндік туғызды. Бұрын біз полипропилен өндірісінің қытайлық жобасымен жұмыс істегенбіз. Тіпті ол үшін Қытайға барып оқып қайттық та. Шетелдік мамандардан тәжірибе алу, өндіріске мердігерлер тарту барысында көп қаржы шығындаған едік. Ал қазір бір ғана рационализаторлық жобаның арқасында зауыт өнімін бірден 27%-ға көтеріп отырмыз. Сырттай
келген газ ең алдымен пропан және пропилен болып екіге бөлінеді. Пропан мұнай өңдеу зауытына кері қайтарылады да, пропилен мына 6 реакторда 70-80 градуста қайнатылады. Нәтижесінде ұнтақ күйіндегі пропилен алынады. Ал рационализаторлық шешім авторы өз ұсынысы арқылы өндірілетін өнім мөлшерін бірнеше есеге арттырған. 10 минутта ең жоғары маркалы полипропиленнің небәрі 6-12 грамм ғана өндірілетін зауыттағы рационализаторлық шешімнің өнім мөлшерін арттырудан басқа да пайдасы анықталды. Жаңа технология іске қосылғалы бері біз реакция барысындағы газды аз шығаратын болдық. Режим тұрақталды. Бұған дейін процесс жоғары қысымда реакция түзетін. Соның салдарынан көрші тұрған қондырғыға қысым көп түсетін. Қазір рекуперация аз, тиісінше өнім көлемді. Зауыт зертханасында дайын және жартылай дайын өнімнің, яғни мына қантқа ұқсас полипропиленнің сапасы анықталады. Мәселе мына пластометр деп аталатын аппарат полипропиленнің маркасын анықтайды. Пластометр полипропиленнің А, Б, В деген 3 маркасын жіктеп береді. А маркасы 98% метил трет бутилді эфирден, 1,5% спирттен, 1,5% көмір судан, 0,1% ылғалдан тұрады. Б маркасы 96% метил трет бутилді эфирден, 2,5% спирттен, 1,5% көмір судан, 0,1% ылғалдан тұрады. В маркасы 94% метил трет бутилді эфирден, 4% спирттен, 3% көмір судан, 0,1% ылғалдан тұрады. Осы арада қай маркада да көп мөлшерде кездесетін метил трет бутилді эфирдің қасиетін айта кетсек. Ол мотор майының жоғары октанды, үнемді құрамдасы. Жанармайдың қалдықсы жануына сеп. Зауыт жылына 20 000 тонна метил трет бутилді эфир өндіреді. Полипропилен сонымен қатар нақтылы өндірістік атауға ие тағы 7 маркаға бөлінеді. Олар үлдірлі, құбырлық, құйылмалы, кабельдік, үрлемелі, ротациялық және ориентациялық маркалар. Ал әрқайсының тұрмыстағы қажеттілігін айтсақ. Үлдірлі маркадан өндірісте қолданылатын қалың әрі аса жұқа қапшық жасалады. Құбырлық маркадан газ, арық құбырлар жасалады. Құйылмалы маркадан себет, қорап, контейнер, қақпақ, жасанды гүл жасалады. Рационализаторлық жоба дайын өнімнің көлемін 40%-ға дейін арттыруға сеп болды. Зауыттың әуел бастағы 30 000 тонналық жылдық көрсеткішін алдағы уақытта 48 000 тоннаға дейін жеткізу көзделуде. Бұл зауыт өнімінің 10%-ын іске жаратып отырған өз елімізден бөлек негізгі тұтынушылар Түркия, Финляндия, Ресей, Украина мен Қытай тарабының да сұранысын арттырары анық. Мәселен, бұған дейін Павлодарлық Нефтехим ЛТД кәсіпорнының өнімін Украина жыл сайын 2,5 мың тонна, Түркия 6 000, Қытай 17 512, Ресей 10 140 тоннасын тұтынып келген. Өңделген мұнайдан шыққан газ жай ғана өртеліп, ауаны ластаса, енді пайдаға асуда. Жай ғана пайда емес, ел экономикасына қыруар қаржы келіп жатыр. Болашақта өндіріс көлемі ұлғайса, табысқа арта түспек.